Қатты жақсы көрем десем, артық айтқан болармын, иә. Кішкене күте тұрайық, адамдар қосылсын. Яғна неге Мегаға қызыммен серуендеуге келгенбіз. Освещение жақсы, сосын адам бүгін азырақ екен, сондықтан осы жерде прямой эфирге шығуды жөн көрдім. Енді шығу себебімді айтатын болсам, осыдан бір апта алдын неге сторис бар ғой, сториске хитозан жайлы бірнеше слайдтар жүктеген болатынмын. Енді жүктеуімнің себебі, шын мәнінде мен Тиньши компаниясының тауар айналымын ұйымдастырушымын. Негізгі табыс көзім осы тауар айналымнан. 4 баланың анасымын, иә. Табысым жақсы. Енді неге хитозаннан бастадым? Себебі хитозан жайлы өте көп сұрақтар келіп түседі. Да, спасибо, Албала, Майра Махмудбековна, спасибо. Хитозан жайлы өте көп сұрақтар келіп түсті. Директке, енді мен оны қағазыма түртіп те алдым. Қазір көп уақыт кетірмеу үшін, қағазыма түртіп те алдым. Жалпы, мен жолда көп жүремін. Балдар Астанада, өзім Шымкентте тұрамын. Пойызбен көп жүрем жолда. Сосын өзім бауырым ауырғаннан кейін поликлиникада учетта тұрамын. Жылына бір мәрте учетта тұрғаннан кейін анализдер тапсыруға, профосмотрға барып тұрамын. Сол кезде байқайтыным өте көп адам давлениyaдан, қан қысымының жоғарылығынан, инсульт алған кісілер, ата-анасын инвалидный коляскамен, каталкамен алып жүрген адамдарды көремін. Енді қарап тұрсаңыз, біздің бір хитозанның өзі жеткілікті осындай проблемаларды жоюға. Осы нәрсені біле тұра, енді мысалы поликлиникада кездескен адам бәріне айтып үлгере алмайсың. Бірақ ынты-шынтыңмен айтқым келеді. Шынымен өте көп адам хитозан жайлы білмейді. Неге жаңа хитозаннан бастап жатқаным? Себебі өзім шынымен хитозан жақсы көрем. Неге? Себебі осыдан 4 жыл алдын, 2014 жылы шілде айында бауырдан өте ауыр диагноз қойылды маған. Енді немді Instagram парақшамды парақтайтын болсаңыздар, толық мен жайлы мәлімет аласыздар. Мен оған уақыт кетірмей қояйын. Бірақ факт 2014 жылы фиброз 2-ші стадия, 3-ші стадияға жақын сондай диагноз қойылды. Вирусқа қарсы химиотерапия берілді врачтар тарапынан. Сол жағдайда мен осы Тиньши өнімдеріне жүгініп, оның ішінде әсіресе хитозан жайлы үлкен білім алдым, ішпес бұрын. Оны жан-жақты зерттедім, көзім жеткеннен кейін тұтынып, керемет нәтижеге қол жеткіздім. Фиброз 0-ге дейін бауырымды тазаладым. Құдайға шүкір, мына 4 жылдан асып жатыр. Денім сау, кез келген тамақпен тамақтанамын. Мысалы, бауыр ауыратын адам араларыңызда бар болса, білетін шығарсыздар. Диетада отыру керек болады, сосын бауыр дұрыс жұмыс істемегеннен кейін адам ісінеді, артық салмақ болады. Мен сондай дәрежеде, сондай ауыр жағдайда келдім Тиньши өнімдеріне. Әрине, сауаттымын, Құдайға шүкір, мен өнімді зерттедім. Әуелі сертификациясына мән бердім, дүние жүзі бойынша қанша адам тұтынатынына мән бердім. Енді біздің Қазақстанның өзінде 5-6 миллион долларға тұтынылады екен тауар айналымы. Әрине, ол деген сөз үлкен сұранысқа ие өнім деген сөз. Міне сондықтан Балнұр, Вастане. Бұл деген маған бір үлкен сенім ұялатты. Сосын сертификатына көңіл бөлдім. Одан кейін Тиньши мамандарынан бөлек YouTube'тан
Ресейдің ірі физиктерінің, ғалымдарының, академиктерінің хитозан жайлы зерттеу нәтижелерін таптым ютубтан. Осыдан кейін мен хитозанға жалпы өнімге шын мәнінде сеніп тұтындым, үлкен нәтижеге қол жеткіздім. Сондықтан бүгінгі алғашқы прямой эфирімді хитозанға арнап отырмын. Енді сұрақтарыңыз болса, қоя отырсаңыздар болады. Себебі бұл енді бүгінгі 21 ғасыр, енді ауа лас, білесіздер, су хлорланған, әсіресе қалалық жер, ауылдық жерлерде су хлорланған. Ал хлор бұл адам ағзасында давлениенің көтеруге бірден бір себепкер. Енді тамақтың құрамы, оның дайындалуы 21 ғасырда жылдам дайындалады. Қазір фастфуд өте көп, уақыт жылдам, енді 21 ғасыр дейміз ғой, уақыт жылдам өзгеріске ұшырап жатыр, заман өзгеріске ұшырап жатыр. Осы өзгеріске сай бізде үлкен движениедамыз, қимылдамыз, жұмыс уақыт жоқ, фастфуд жейміз, асығыс тамақтанамыз, немесе түскі уақыттан өтіп кетіп неғып жатамыз, тамақтанып жатамыз. Осының бәрі әрине ағзаға теріс әсерін береді. Мен сондықтан мен ойлаймын, 21 ғасырда хитозансыз өмір жоқ деп ойлаймын. Өз басым сондай қорытындыға келіп, жалпы тұтынып жатқан адамдардың санына да қарап, осындай неге келдім, мен өзім қорытындыға келдім. Сондықтан бүгінгі прямой эфирім, жаңа айттым ғой, сториста жарияланған бірнеше фотосуреттерім, хитозан жайлы бірнеше фотосуреттерді жүктеген кезде маған өте көп сұрақтар келіп түсті. Бірінші сұрақ, ең жаңағы әйел азаматын қызықтыратын сұрақтардың бірі салмақ, артық салмақ. Оразадан кейін 5 кило қосып алдым, жаңағы жаз мезгілі болғасын ба, салмақ қосып жатырмын. Салмақ неден қосылады? Ол жаңа тамақты шектен тұтынғаннан ба, жоқ әлде қандай да бір ағзада өзгерістер болады ма? Сол жайлы өте сұрақтар көп келіп түсті. Соған жауап ретінде айтқым келеді, хитозан жалпы құрамы 85% хитозаннан тұрады, 15% хитиннен тұрады. Хитозанның өзі мынау ауыз қуысынан бастап тікшекке дейінгі ас қорыту жүйесіндегі артық майларды, шлактарды, токсиндерді адсорбция жасайды. Енді химияда адсорбция деген өзіне тартып алады, өзіне сіңіріп алып, ағзадан басқа нәрсемен әрекеттестірмей, ағзаға теріс әсерін тигізбей ағзадан шығарады. Ал 15% хитині бұл қанға өтіп, қанмен бүкіл денемізде 75 триллион клетка бар. Соның барлығын аралап хитин әрбір клеткада өтіп жатқан реакциялардың нәтижесінде түзілген, жалпы ластанудан болған токсиндер, мынау денемізде өте көп паразит өмір сүреді. Енді паразит деген сөздің өзінен қорқудың қажеті жоқ, себебі паразит деген сөз ол біреудің есебінен өмір сүреді деген сөз. Яғни біздің ағзамызда өте көп паразит бар. Сол паразиттердің өмір сүру нәтижесінде түзілген өнімдер бар. Сол өнімдерді адсорбция жасап хитин тазалайды. Енді ең қызығы, мысалы, менің өзіме, жасым мысалы қазір 47-ге қарады, ауыр диагноздан кейін көп кездестірген адамдар сізге 30-35 жас беремін от силы деп бағалап жатады. Макияж жасамағанның өзінде, кәдімгі жол жүріп жүрген кезде маған сондай жас беріп жатады. Мен соның барлығы хитозанның арқасы деп өзім сенімдімін оған. Неге себебін айтайын? Себебі хитозан мынау қанға өткен кезде гиалурон қышқылына айналады. Гиалурон қышқылын түзеді. Ал енді мынау мықты косметикалық компаниялардың кремдерінен, бетке тұтынатын кремдеріне құрамына көңіл бөлетін болсаңыз, көбінде гиалурон қышқылы, ол жаңағы бет терісінің, жалпы терінің бірнеше қабаты бар ма, соның белгілі бір қабатына подтягивать етеді, то есть серпіндетеді теріні.
гиалурон қышқылының қасиеті. Сондықтан хитозанды тұтынған кезде бірден бетіңізден байқалады, кожыңыз ағарып, мынау әжімдеріңіз тартылып, жасарады, дам терісі. Бұл хитозанның бірден бір қасиеті. Сондықтан хитозанды тек қана мысалы ағзаңызды тазалап қана қоймай, осындай бетті әрлеуге де пайдасы бар. Енді хитозаннан тек қана ішке қана тұтынып қоймай, сонымен бірге бетке маска жасауға болады. Оның рецептісін алдағы уақытта жариялайтын боламын. Қысқаша айтатын болсақ, 5 капсула хитозанды 5 тамшы лимон қышқылымен араластырғанда да қасықты сағат бағытымен араластырып, жаңа клегей не пайда болады. Смесь дейміз ба? Соны бетке жатарда жағатын болсаңыз, ол смесь қатқаннан кейін бетіңізді кереді. Майда әжімдерге өте жақсы несі. Уақыт бөліп істейтін болсаңыз. Ал тек қана ішке тұтынғанның өзі осындай керемет нәтиже береді. Енді мысалы, мен өзім жасым 47-де, маған 30-35 жас берсе, мен бірінші кезде таңғалатынмын. Кейде сенің кремейтін демін, енді қазақпыз ғой қанша дегенмен, әсіресе әйел азаматтары сәлі самооценкамыз төмендеу болады, кекетіп айтып тұрма деген сияқты сенімсіздік болатын. Бірақ шын мәнінде солай айтып жатқан адамдар көбейіп жатыр қазір айналамда. Сондықтан бұл шын мәнінде енді солай қабылдаймын мен өзім қазір. Сондықтан хитозанның бірден бір несі, пайдасы ағзаға. Енді ол тек қана теріні ғана тартып қана қоймайды. Жалпы менің түсінуімше, мен енді косметолог емеспін, бірақ 4 жылдан бері қанша адамдармен жұмыс жасап, біраз тәжірибе жинадым. Адамның бет әлпеті, әсіресе қазір кезде мен өте жиі байқаймын, бетте қара дақ. Әйел адамдары, әсіресе екі қабат кезде бетке дақ пайда болады, беттің ұшында. Сол қара дақ кейін қалып кетеді. Ол босанғаннан кейін үлкейіп бетті алып кетеді. Осы нәрсе мен өзім басымда болды. 2005 жылы. Сәлем, Қарғаш. Сегодня первый прямой эфир. Про хитозан рассказываем, Қарғаш. Неге тоқтадық? Беттегі қара дақ. Қазір кеше мысалы мен бір жерде тренинг өттім осы Астанада. Сол жерде мастер-класс өткізген бизнес-тренер өте керемет жүргізді сабақты, бірақ бетінде үлкен қара дағы бар. Әрине ол қолайсыздық нетеді. Бетте қара дақты өзім соңғы кезде жиі ұшыратып жүрмін. Енді айтайын дегенім менің өз басымнан өткен. Бетімдегі қара дақ 2005 жылы босандым кенжемді. 2008 жылдан бастап жаңа қара дақ ұлғайып, бара-бара 2014 жылы бүкіл бетімді алды. Енді бетіме бетке қараса білінбейді ол қара дақ, бірақ бетіп жанынан қараса шекарасы былай, беттің мына жерінде қара дақтың шекарасы былай көрініп тұратын. Сондай дәрежеге жеттім. Оны әрине мен бетіме маска да жасадым, пилинг те жасаттым, очистка жасаттым косметологтарға. Жаңағы халық кеңесі енді неміз ғой, біреуден естігенімді жасадым, түрлі маскалар жасадым, бірақ көмектеспеді. Кейін осы теншиға келгеннен кейін мен әрине ағзаның қалай жұмыс жасайтынын, өнімдердің қалай ағзаға әсер ететінін өзім үшін зерттей бастаған кезде түсінгенім, беттегі қара дақ бұл тоқ ішекпен, жалпы ішектің ластануы, ішектің ластануының нәтижесінде бауырдың ластануы. Осыдан бетке қара дақ пайда болады. Мен осы өнімді, шын мәнінде бауырымның фиброзына іштім ғой. Ал бетімде қара дақ кетті. Әппақ болып, қыздардың өздері таңғалды. Сен бірінші келген кезде түрінен адам қорқатын еді, сондай дәрежеде еді деген нелер болды. Әрине енді диагноз өте ауыр, ол диагнозды естігеннен кейін мен ол өнімді тұтынуға Тенши компаниясына келгенге дейін 3 ай уақытым өтті.
3 айда әрине қанша зерттеулерден өттім, соның бәрі әрине стресс қой, адамға әсер етеді ғой. Тұтығасың, қара дақтым, үстіне мен еще тұтықтым. Кожым тұтығып кетті, қап-қара болып. Енді хитозан, кардицепс, енді бауырдың программасын ішкеннен кейін шын мәнінде ажарым кіріп, көзім жылтырап, енді мен айтып жеткізе алмаймын ол нені да, сол кездегі немді. Қуанышымды деймін ба, өзіме өзім сенбей, шын мәнінде қуанғаным есімде. Яғни, ол кезде мен хитозанды мысалы 5 капсуладан 3 мезгіл 15 капсуладан іштім. 15 капсуланы, былайынша аптеканың дәрісін 15 капсула іше алмайсыз. Себебі аптекадағы дәрі ол химия. Химия деген химиялық лабораторияларда, фарм компанияларда, мұнай қалдықтарынан, түрлі химиялық қосылыстардан алынатын өнімдер. Анық неден жаңағы. Гүлзат, рахмет. Смущаешь меня. Ойым бөлініп кетіп жатыр. Енді неге тоқталдық? Гүлзат, видишь, ойымды бөліп жердім. Да, қарадақ осылайша аппақ болып кетті. Сондағысы 5 капсуладан 15 капсула хит. Вот аптеканың дәрісін іше алмайсыз 15 капсула. Анық 15 капсула аптеканың дәрісін ішетін болсаңыз, отравление болып, сол жерде анафилактический шок болып, скорый шақырып, отравление болатын жағдай. Себебі болар химия. Ал тинши өнімдері бұл биология. Енді мысалы хитозан жайлы сәл толығырақ айтатын болсам, Ресей физиктерінің түсіндіруінде өте жақсы берілген YouTube каналында. Хитозан неден жасалады? Бал арасының өнімдерінен алынатын хитозан бар. Саңырауқұлақтан алынатын хитозан бар. Және мұхит түбіндегі красноногий краб дейді ғой, шаян, соның панцирінен алынатын хитозан бар. Физиктер осы красноногий крабтың панцирінен алынған хитозанға өте жоғары баға береді. Біздің тинши хитозаны осы красноногий крабтың панцирінен жасалған, сондықтан нәтиже де өте жоғары болады. Енді дәрі, лекарство, что вы имеете в виду? Енді біздікі таза биология, жаңа тірі ағзадан алынған хитозан, сондықтан оның нәтижесі де осылай керемет болады. Яғни 15 капсула хитозанды күніге тұтынған кезде мен уже 10-15 күнде ағзам тазарып, бетім освежиться етіп, көзім жылтырап, кәдімгідей күш бітіп, шын мәнінде ағзам тазарып жатқанына көзім жетті. Енді ағзаның жалпы жасы негізі біз өзіміздің қолымызда, шариғатта да Алла тағала денемізді аманатқа береді деп айтылған. Жаныңды жүрегіңе қондырады, денені аманатқа береді дейді. Осы денеңізге қаншалықты жауапкершілікпен относиться етсеңіз, соншалықты ұзақ өмір сүруге болады. Енді мен өз басым осы өнімдер тұтына жүріп, тоже YouTube емес, хабар арнасынан ба, жаңалықтардан берді. Асфендияров медакадемиясының ректоры сөйледі, тағы бір профессор академик кісі сөйледі, ат жөндері есімде қалмады. Мынау кардицепс жайлы. Яғни кардицепсті тұтына отырып, Қазақстан халқын 150 жасқа жеткізуге болады, 150 жыл өмір сүруге болады деген сондай ғалымдардың өзі сондай не айтты. Вердикт дейма. Мен хитозан жайлы солай айтар едім. Себебі хитозан пайдаланған адамның ішегі таза болады. Ішек таза болғаннан кейін ол жерде флора дұрыс болады. Флора деген ішекте мынау бифидофлорамыз бізге пайдалы, бифидофлорамыз денсау адамда 8 килограммға дейін болу керек. Бізде енді жаңа айттым ғой, хлорланған су, ауа түтінмен ластанған, жеп жатқан тамағымыз канцероген заттарға байытылған десек болады, Осындай жағдайда біздің ағзамыз өте қатты ластанып жатыр. Осының бәрін хитозан тазалайды. Ішек тазарғаннан кейін қан тазарады, қан тазарғаннан кейін бауыр, бүйрек, ішкі органдар тазарады, Яғни олар өз деңгейінде өздерінің функциясын атқара алады деген сөз. Сонда хитозанды тұтына отырып,
жас, әсіресе әйел адамдарында, иә, бет күтіміне көңіл бөлеміз біздер, жас көрінгіміз келеді, артық салмақтан арылғымыз келеді. Сондықтан осы жағдайларды анық, мақсатыңыз азу болса, артық салмақтан арылу болса, бетіңіздегі дақтардан, артық әжім, ерте түскен әжімдерден арылғыңыз келсе, хитозан тұтыныңыз деп кеңес беремін. Енді хитозан жайлы сұрақтарыңыз болса, жазып отырсаңыздар болады. Так, мен қағазыма бір қарайын, қандай сұрақтар болды. Бір кісілерге енді ағзаны тазалау керек десе, мен дұрыс тамақтанамын, мен диета ұстаймын деп, питанияға байланысты емес деген пікірлер де болды. Енді мың жерден диета ұстағанмен, қазір енді жердің ресурсы өзі өлшеулі ғой, адам санына өлшеулі. Жер есепсіз бере алмайды, өнім бере алмайды. Мысалы, қазір базардан сәбіз, картошка, күнделікті даже диеталық тамақ дайындау үшін картошка, сәбіз пайдаланасыз. Овощ, фрукты жейсіз, диетический деп, иә? Енді солардың барлығы қандай жағдайда нетіліп жатыр, дайындалып жатыр, өсіп жатыр. Әрине, гербицид, пестицид ол жерде тұтынылады. Себебі бәрі жеке меншікке айналған, бизнес оның бәрі. Мысалы, сәбізді еккен адамның өзі, помидорды еккен адамның өзі бала шағасын асырау үшін, иә? Өнімді көбірек алғысы келеді, көбірек өнім алу үшін ол міндетті түрде пестицид, гербицидті тұтынады, пайдаланады. Онсыз қазір өнім өсіру, енді өзіңіздің есігің алдыңызда, мысалы, бір екі қатарға егіп жинап алатын болмасаңыз, ол енді ауылдық жерде мүмкін. Енді қалада ол енді мысалы этаж үйде тұрып, олай диетамен ағзам таза деген ұғымға мен өз басым келіспеймін. Шын мәнінде. Енді су хлорланады, міндетті түрде. Ауылдың суы, қаланың суы, ал хлордың адам ағзасына беретін теріс әсері, просто ютубтан қарап көріңіз. Хлордың теріс әсері. Давление қазір хлордың несінен. Жастардың арасында давление өте көбейіп кетті қазір. Да, стресс переплюнул, согласна. То есть, стресс қазір, қоғамдық көлікке мінсеңіз де стресс, телевизор көрсеңіз де стресс, Инстаграм, Фейсбук парақшасын парақтайтын болсаңыз да стресс. Қандай негатив болады елде, соның бәрі әлеуметтік желінің бетінде жүреді. Ол әрине біздің немізге әсер етеді, көңіл күйімізге әсер етеді. Ол да майдалап адамға стресс жағдай тудырады. Так, какой курс для профилактики? Для профилактики по капсуле, по 2 капсулы, это тоже индивидуально назначается 3 раза в день, за полчаса до еды. Почему? Потому что пока пища поступит в кишечник, хитозан свою работу выполнит. Потом я назначаю на ночь 5 капсул хитозана 1 раз. Почему? Потому что вот в постах я тоже писала про меридианы, да, меридиан печени, желчного пузыря с 11 ночи до часу желчный пузырь и с часу до 3 печень. То есть, если на ночь пропить хитозан, она улучшит работу печени. То есть, не улучшит, а облегчит работу печени. То есть, печень за 2 часа, пока меридиан печени, ночью, да, печень, она фильтрует кровь 400 раз. Вот 5 литров крови она фильтрует 400 раз. То есть, это очень большая нагрузка печени. И когда ты на ночь употребляешь хитозан, она ночью облегчит работу печени, заодно она вместе с кровью, вот 400 раз она пробежится по всему телу, по всем клеткам. Вот. Во взрослом организме от 50 до 75 триллионов клеток в организме. Вот сол клетканың барын аралап, хитин адсорбция жасап, ағзаны тазалайды. И утром уже, вот 5 капсул пропила, утром у тебя уже другое лицо, уже бодрое, просыпаешься легко. Вот так вот работает хитозан. Точно так же работает двойная целлюлоза. Екеселенген целлюлоза деген бар. Давайте тоже коротко расскажу, потому что она тоже работает как хитозан.
но более, чуть грубо, да? Чуть грубо работает, но она тоже мощно работает. Вот я на ночь 10 таблеток двойной целлюлозы, если кисель же сообщитым босам, эта таблетка, растворяю в воде, она как кисель, такой розовый оттенок. Почему? Потому что там боярышник, кукурузные эти рыльца. Так, и что там? То есть состав вот такой растительный, да? И получается, тоже ночью она поддерживает работу печени. И утром прям свежее лицо. Так, временной период осень и весна. Очень идеально для очищения организма. То есть, ну вот, позднее лето басталды ғой қазір, август, сентябрь – это идеальное время для очищения. Но можно индивидуально составить программу Харгаш, если интересно, вот омоложение, да, обновить состояние кожи. Хитозан, он вот так работает. Поэтому енді бұл прямой эфир жүргізіп жатқаным. Хитозан жайлы бірнеше рет сториске жарияладым слайдтарды хитозан жайлы. Себебі енді айтып жатырмын ғой, жол жүремін, адамдармен көпшілікпен араласам, давлениедан қатты қиналып жүрген адамдар, бетінде қара дағы бар адамдар, ерте әжім түскен әйелдер, келіншектер, әп-әдемі келіншектер бетіне ерте әжім түскен, қара дағына жаңағы тональный пудра жағып алып қиналатын келіншектерді өте көп көрем. Енді мысалы Меганың ішінде даже әрі-бері жүрген кезде, әрине енді жұмысым осыған байланысты болғаннан кейін еріксіз адам бетіне көзім түседі да. И оны ұстап алып оған айта алмайсың, иә? Сондықтан осылай прямой эфирмен өнімдер жайлы айтуды жөн көрдім. Бағасын берерсіздер. Сұрақтарыңыз болса, директке жазсаңыздар болады. Немесе профилімде GChatMe деген ссылка бар. WhatsAppқа шығасыздар тікелей. WhatsAppқа шығып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Так, спасибо, Харгаш. Да, здесь, с одной стороны, это бизнес. Я организовываю товарооборот для компании Кинши, да, это понятно, я на этом зарабатываю. Но с другой стороны, я несу добро людям, потому что өте көп адам саламатсыз. Өте көп адам, мысалы, хитозанның қалай жұмыс жасайтынын, ағзаға қандай пайдасы барын білмейді. Сондықтан осындай мәліметтерді көбірек беру жөн көрдім. Енді постқа да жазамын, бірақ постта шектеу бар, сөз санында шектеу бар. Сосын оны набирать етуге де көп уақыт кетеді. Көп нәрсе айтқым келеді, мысалы, сұрақтар өте көп түседі. Қағазыма бір қарайын тағы да. Арықтаудан бастадым и отвлеклась, Артық салмақ. Енді мен өзімнің нәтижем 2014 жылы жаңағындай ауыр диагнозбен келген кезде 85 килограмм тұғымын. Енді өзімнен неден кинопаркта отдел кадр болып жұмыс жасайтынмын. Жоғалған затты кейбіреулер соткасын жоғалтады, сондай кезде видеоны көруге тура келеді. Қай жерге түсіп қалды, немесе кім алды деген сияқты. Сол кезде өзім фойеде, өзім жүргенімді көріп, жас балдар ғой енді видеоны түсіретін, служба контролінің балдары. Солардың көзінше я күлерімді білмеймін, я неғыларым білмеймін. Ыңғайсызданатын тұғым. Себебі шын мәнінде артық салмақ, енді тем более видеодан өте ыңғайсыз көрінетін. Сондай 85 кило жағдайда келдім. Қазір 69, негізі мақсатым 65 килограмм. Себебі менің бойыма, индекс бар ғой есептейтін, сол индекспен есептедім. Менде әлде 4 кило артық салмақ бар. Бірақ размерім 3 размерге азайды. Себебі тенші өнімдер осылай жұмыс жасайды. Яғни ішек тазарады, ішек тазарғаннан кейін қан тазарады, қан тазарғаннан кейін бауыр тазарады, бүйректің жұмысы жеңілдейді. Енді ол нәтижелеріммен бөліскен YouTube каналында видеоларым бар. Ол видеолар бұдан былай да қосыла береді. Сондықтан YouTube каналыма да подписка жасасаңыздар болады.
жаңа неге қазақ тілінде түсірілген, орыс тілінде түсірілген видеоматериалдар өте көп өнім жайлы. Енді менің түсінгенім, мынау айтып отырмын ғой, 2014 жылы ауыр диагноз қойылды. Сол диагноз қойылған кезде менің түсінгенім, менің денсаулығым зерттедім, қасиеттерін бәрін, енді өзім физика, химия оқығам, технологический институттан Қарғашпен бірге оқыдық. Биохимия, помнишь, да, Қарғаш? Биохимию, как мы учили, микробиологию, как учили. Вот это все мне же пригодилось, когда мне вот такой страшный диагноз поставили. Я стала все подряд изучать, как продукт работает, как этот орган воспринимает, из чего она состоит, какую сертификацию прошла. То есть я от и до это все изучила. Көзім жеткеннен кейін барып тұтындым. Енді көп адамдар, мысалы қарап отырсаң, әсіресе мына поликлиника, больницаларда адамдар врачтарға жүгініп, сол дәрігерлер міндетті сияқты сен денсаулығың дұрыс болғанына, бір кісілер мысалы сол жерде айғайлап, тегін дәрі талап етіп, немесе очередь көп болса да жанжал шығарып жатады. Бір нәрсені түсінген жөн да, сіздің денсаулығыңыз тек өзіңізге керек та. Мен соны түсіндім. Менің денсаулығым менен басқа ешкімге қажеті жоқ. Мысалы, сіз ауыратын болсаңыз, әсіресе әйел адамдар, келісетін шығарсыздар. Жолдасыңыз да мысалы қабақ ысып, жақтырмайды, бала-шаға да жақтырмайды, ауыра беретін болсаңыз. Яғни араласатын адам саны азая береді деген сөз. Сондықтан жақсы көңіл күйде Да. Кто ищет, тот всегда находит. То есть чисто интуитивно. С одной стороны, с другой стороны, это все я в постах писала. Можете полистать, прочитать посты, да? Как я пришла в Тиньши. Енді жалпы Тиньшидің өнімдері бренд қой. Бренд. Енді бір адамдар қымбат деп айтып жатады. Кез келген бренд нәрсе қымбат болады. Мысалы, мен мынандай мысал келтіремін, Adidas футболканы брендовый кәдімгі фирма Adidas'тан алуға болады, 25 000 теңгеге. И жай жаңа барахолка сияқты базардан алуға болады 2,5 000 теңгеге. Разница, біреу бренд, екіншісі соның көшірмесі, немесе сапасы төмен, қандай да бір компанияның жасаған өнімі, әрине бренд кигіміз келеді. Дұрыс па? Денсаулыққа да солай нету керек. Солай жауапкершілікпен қарау керек та, себебі оны ішке тұтынасыз. Киім, ладно, ол сыртыңызға киетін киім, ал ішіңізге тұтынатын нәрсеге өте жауапкершілікпен қараған жөн деп ойлаймын да. Сондықтан әрине бренд нәрсе, енді бриллиантта мысалы каратпен өлшенеді. Кішкентай бриллианттың өзі пәленбай $1000 болып тұрады. Неге? Себебі ол сондай сапасы жоғары нәрсе, оны солай каратпен өлшейді. Тиньши өнімдері тура сондай. Тиньши өнімдері, енді көп өнімді мен зерттедім, мысалы ішетін кезде. Неге Тиньши өнімдеріне тоқталдым? Себебі бұл жерде тұтынушы саны өте көп. Тұтынушы саны, сертификация халықаралық жоғары дәрежеде. Мынау денсаулық сақтау ұйымы, дүниежүзілік ВОЗ дейміз ғой, Всемирная организация здравоохранения. Бір емес 16 алтын медальмен марапаттаған. Хитозанды алтын медальмен марапаттаған. Кальцийдің бірнеше түрін, кардицепсті марапаттаған. Яғни бұл деген өте жоғары баға деп ойлаймын өз басым. Сондықтан осы өнімге тоқталдым. Так, енді хитозан жайлы сұрақтарыңыз бар ма?
Енді күні бүгін бір танысым хабарласты. Екінші курс оқитын қызы аяқ астынан іші өтіп, 2 күн кәдімгі қиналған. 5 минут сайын, 10 минут сайын кәдімгі үлкен дәреті қатты мазалаған. 2 күнде кәдімгідей әлсіреп қалды дейді. Себебі ол іштің өтуі деген сөз ағзада су қалмайды, обезвоживание болады. Ағзада судың бәрі шығып кетеді, сөйтеді да кожа солған сияқты болып, адамның денесі де солған сияқты болып қалады. Яғни бұл ағзаға өте үлкен ауыр соққы. Сосын интоксикация, улану ағзаның. Яғни ішекте флора бар дедік қой, сол флора бұзылды деген сөз, өтті деген сөз. Сонда жаңа бірінші күні есіме түспепті дейді, өзі иығына ішіп жүрген 10 хитозанды ішкізіп едім, сап тиылды дейді іші. То есть хитозан так работает. 10 капсула хитозанды, не обязательно капсуламен ішу. Әсіресе сондай экстренный жағдайларда, асқазан приступ берген жағдайларда біздер капсуланы ашып, суға төгіп, суға араластырып ішеміз. Асқазанда приступты сразу қойдырады. Мынау өңештегі асқазанда язвалар, жаралар, соны тез жазады. Неге? Себебі айттым ғой, хитозанның қандай да бір бөлігі қанға гиалурон қышқылы ретінде өтеді. Гиалурон қышқылы ол терінің қабатын қалпына келтіретін бірден бір қосылыс ағзадағы. Мынау кремдердің көбісінің құрамында қымбат кремдердің гиалурон қышқылы өте қымбат өнім. Оны мысалы химиялық жолмен өндіріп алу ақша тұрады, сондықтан қымбат кремдерде гиалурон қышқылын қосып жатыр. Енді байқасаңыздар, даже рекламада бар ғой, кожаның суреті, точка, бүйтіп стрелка қояды да гиалуроновая кислота деп жазып қояды. То есть хитозан жараны оңай жазады. Күйіктерге ожог болған жағдайда өте керемет хитозан. Тоже капсуласын ашып, күйіктің бетіне қазір больницаларда марлемен не жасап қояды ғой, бетін, инфекция түспеу үшін. Сол марленің сыртынан фурацилимен шайып жатады, пастин сияқты не беріп жатады. Сонда хитозанды сепкен кезде біріншіден шрам қалмайды. Любой жараға хитозан сеуіп нететін болсаңыз, шрам қалмайды. Неге? Себебі терінің қабатын жақсы бітіреді. Так, показания для онко на первичных стадиях. Да, я особо по диагнозам не хотела, конечно, я такое поверхностное понятие берем деп ойлағам. Но если вопрос возник, надо будет ответить, да? В данный момент менде 3 человека пьют онкозаболевания, не первичная стадия, а 1/3, 2/4 стадии. Они получают химиотерапию и параллельно употребляют продукцию по программе. Есть программа для онкобольных. Первичная стадия, да, она идеально восстановит организм. Енді сәл нелеу, тереңірек қарайтын, айтатын не тақырып бұл енді. Қысқаша айтайын, я Қарғаш. Почему онкозаболевания бізде пайда болып жатыр қазір? Өте жиі. Бізде Шымкентте, Байтұрсыновада онкологический больница біреу еді, 5 этаж, қасынан тағы да 4 этаж, екіншісін салды. 2-3 айдың ішінде салды. Себебі мен танысым артынан бардым, күйеуін сұрап, коридордарда жатыр. То есть ол деген сөз сондай аурулардың көбейіп кеткендігі ғой. Біріншіден pH среда өзгергендіктен. Енді ғалымдар қазір көп гипотезалар айтып жатыр. Негізгісі pH среда кислыйға түсіп кетеді. Мы же учили pH, это количество водорода в среде, по нему это измеряется среда, да? pH 7-35 болғанда, ну да, вот это все первопричина, да, правильно. Но чем мы можем помочь этим людям, да? Чем мы можем? Мы можем помочь хитозаном, кардицепсом, то есть есть программа. Но хитозан, она первый необходимый продукт, который вот именно онкозаболевание, потому что ощелачивает организм. Хитозан ощелачивает организм. Вот 7-35 это нейтральная среда, ну, щелочная нейтральная среда, да? Среда, да, наш иммунитет работает идеально. Алла Тағала солай заложил в нас программу,
что она работает идеально в такой среде. Енді что происходит? Вот экология, пища, стресс, все вот эти мобильные, да, бір үйде 10 сотовый телефоннан, микроволновка, вот это все біздің денемізді тесіп өтіп жатыр ғой толқындармен, радио толқындармен тесіп өтіп жатыр. Из-за этого у нас кислая среда. Жетте екке түсіп кетеді и ниже, 7,2 и ниже. И получается, в кислой среде раковая клетка прогрессирует. Вот сама по себе раковая клетка, она передвигается вдоль стенки кровеносно-сосудовой кассы, и сыртнан барьер, кислый барьер. А везде вот по этим первопричинам получается среда кислая, и раковым клеткам без проблем они размножаются. Поэтому сейчас, вот у меня последний случай был, мартта миомамды емдетіп нетем дейді, больницаға жатып шыққанмын дейді, тазаттығым дейді. Сейчас какой месяц? Вот июль, в конце июля она позвонила. У нее 3-я стадия рака шейки матки. Представляешь, это насколько заболевание сейчас прогрессирует? Это вообще необъяснимо даже. Ну, вот, шоковое состояние это за 5-6 месяцев и 3-я стадия. То есть это стресс, да, в первую очередь это стресс. И получается, то есть опять отвлеклись, да, от темы. pH-среду нейтрализует, ощелачивает, и раковые клетки идут на самоуничтожение. То есть кислый барьер разрушается, сутета, раковые клетки, они идут на самоуничтожение. И дальше, они же, у Алексея мертвые клетки, да? Вот мертвые клетки хитозан еще адсорбирует и выводит из организма. То есть функция параллельно работает. Так, потом, ну вот, на этом фоне запросто можно первую стадию снять прямо с этого, с учета. Вот как у меня. Почти 3-я стадия фиброза, мне же тоже химию назначили. А я до очереди химии, получается, прям устапщитом в день 45 капсул я пила. Я потом посчитала. Если 45 капсул аптечный дәрін ішетін болса, 45 капсул аптечный дәрі, это на месте труп полосом ғой. А здесь чисто биология. Поэтому... Так, и ЖКТ, да? Ну, номер 1 продукт по ЖКТ хитозан. Вот почему я его люблю. Я сейчас диета стамайман, вес не набираю. Что хочу, даже фастфуд позволяю себе, представляешь? Но вот так, весной, осенью обязательно пару упаковок хитозан. Да, запросто. Кстати, Каргаш, я заметила, ты чуть поправилась, да? Ну, поправляется тоже от хорошей жизни, я думаю. Всегда путешествуешь, сториста, да? Я часто вижу. Ну, когда расслабляешься, да, тоже не тесно. Вес набираешь. Поэтому вот как раз август, сейчас август-сентябрь, идеальное время для очистки организма. Это по УСИН тоже. УСИН я тоже как-нибудь пост напишу или вот так прямой эфир мен информацию дам. Это тоже интересно, очень интересная теория. Бесмых жил тарихы бар. Я первый раз, когда об этом узнала, вообще в шоке была. Но это все объяснимо. Сейчас я вот по тренинге қатысам ғой, и с каждым разом вот эти свои знания как бы подтверждаются, да. Чисто интуитивно я это чувствую, как это все работает, да. Сама себе объясняю, и когда тренинг прохожу, или там книгу читаю, или еще что-то, и получается это как бы подтверждается вся моя интуиция. Поправляется от плохого пищеварения, гормонального сбоя. Ну вот, само пищеварение, стресс, оно и приводит к гормональному сбою. Сейчас сплошь и рядом гормональный сбой. Даже дети, вот новорожденный бала, сахарный диабет, ну что хотите. Они, гормоны же, они что же на этих микроэлементах, на витаминах работают, правильно? Ну, для подтверждения давайте я цифрами чуть-чуть тоже. Информация бери.
Я извиняюсь, то орысша, то қазақша, это вы вопрос-то орысша задаете, то қазақша. Думаю, түсініп жатқан шығарсыздар, иә? Да, что я хотела. Вот. Ну, вот инсулин, например. Инсулин – это гормон поджелудочной железы, правильно? Инсулин не стида. Инсулин это гормон, то есть белок. Он отвечает, основное свойство инсулина отвечает за перенос сахара в клетку. То есть клетканың ішіне сахарды жетектеп кіргізеді инсулин, его работа. А сахар, сахароза, да, вот то, что мы употребляем, да, сахарды клетканың ішіне кіргесін, ол глюкоза, фруктозаға ыдырап, то есть моносахариды, вот Каргаш, мы же учили это все. Дисахарид сахарозу разлагается на моносахариды, во время этого энергия, как бы, бульнет энергия, за счет этого мы живем. Ну, там всякие реакции происходят, я не буду подробно в это поддаваться, но факт, что инсулин, как она работает, то есть клетка начнет, если инсулина нету в крови, сахароза, клетка начнет кралмайда. Получается, клетка страдает от отсутствия сахара, во-первых. Во-вторых, межклеточное пространство, да, сахар, переизбыток, то есть уровень сахара көтеріліп кетеді. А это уже лишнее разложение. Почему вот гангрена болып жатады сахарный диабетта, я, в последней стадии? Ну, потому что она разлагает организм. Тәтті нәрсе ол бұзғыш қой өзі. Это понятно, да? И вот смотрите, сол бір молекула инсулин түзілу үшін в поджелудочной железе происходит 3682 биохимических реакций. Представляешь, Қарғаш? 3682 биохимические реакция жүреді. Оған не қатысады? Оған вся Менделеевская таблица. Это и калий, и магний, и железа, и вплоть до золота и серебра. Представляешь, ионы? Вот сол нәрселер қатысқан кезде инсулин түзіледі. Теперь, когда мы вот эти микроэлементы недополучаем питанием, ну, если фастфудом, например, сегодня перекусили, да, бегали туда-сюда, получился только на обед фастфуд, да? А фастфуд-то какой там серебро, какое кальций, какой магний. Понятно, да? Что происходит в организме? В организме происходит реакция. Она не ждет, күтіп отырмайды, ойбай, қашан магний келеді, қашан кальций келеді, күтіп отырмайды организм. Он должен выработать инсулин. И начинается пах-пах-пах-пах, реакция идет, но в итоге там магния не хватило, там кальция не хватило, там золото не хватило, иона, да? И в итоге получился не инсулин молекула, а инсулиноподобное что-то. Но она функцию инсулина не выполняет в организме. То есть, ну да, сплошь углеводы. Фастфуд тома. Ну даже дома же мы любим эти углеводы, да? Да, есть золото, есть серебро, ионы. Да, без них мы не можем жить. И получается, пожалуйста, сахарный диабет. Новорожденный ребенок сахарный диабет. Почему? Потому что мать этого ребенка неправильно питалась, гормональный сбой, загрязнение организма. И вот такой ребенок рождается. Поэтому Илсулай вот по цепи идет. Поджелудочный жайлап стен шығады, потому что она не справляется со своей работой. Инсулин плохо вырабатывает, а инсулиноподобный зад организм загрязняет, потому что она функцию не выполняет. Сахар көбейеді, она разлагается уже в межклеточном пространстве. Сплошь и рядом мусор түзіледі ғой. И вот это все приводит к лишнему весу, первое время к отечности, кожа лица меняется, всякие эти вот пятна, да? И дальше идет уже хронические эти заболевания, там печени, поджелудочной железы. И жүресің, УЗИге түсесің, анализ тапсырасың. Я вот 3 месяца болталась в поликлинике с брейске, но в итоге мне вот противовирусную терапию назначили. Ну это вообще, ну да, шлаки. Ну я как-нибудь отдельной темой, вот так прямой эфир дам. Есть результат работы американского ученого. Он доказал, что 98% заболеваний организма, вплоть до онкологии, зависит от состояния кишечника. Он это прям доказал. Он работал хирургом, и кого бы не оперировал, пусть это онкозабольной, пусть это там матка, пусть почки, да, он режет человека и видит кишечник такой толстый, такой грязный, такой ужасный, да.
всякие там папилломы, мапилломы, это все, ну, это кошмар, вот. И вот он начал это изучать и доказал. У него есть даже материалы, вот видео отснял он, именно эндоскопиями түсірген, видимо, кишечник, состояние кишечника онкобольного. О, там вообще такой, жутко смотреть. Там столько гноя, столько слизи, ой-бай, паразиты там, все. А онкология матки, женских органов. Почему? Потому что это все рядом же находится, буквально без сантиметра даже не выходит. Вот представь, вот этот весь кишечник, он давит и на матку, и на мочевой пузырь, и на почки, и на, ну, все подряд. Вплоть до желчного пузыря она давит, оказывается. Представляешь, желчный пузырь, ну, бауырдың içінде, наверху же справа, под ребрами. А вот толстый кишечник, он давит и желчный пузырь. Поэтому сейчас сплошь и рядом дискинезия желчевыводящих путей. Қазір 2 жасар баланы УЗИ сделай, УЗИ печени, там дискинезия жазып береді. Это я по практике знаю уже. Поэтому хитозан это вообще супер продукт. Ну, я его прямо обожаю. От чистого сердца. Я его так люблю рассказывать. И пост пишу про хитозан, и это пишу прямой эфир мой первый про хитозан. Почему? Потому что он мне здорово помог. И я прям хочу делиться этим. Потому что қанша адам осы нәрсені білмейді, не доходит до людей. А люди, жалқаулық бар ғой енді бізде. Қазақ десек, ол да дұрыс емес шығар. Потому что жалқау емес, еңбекқор қазақтар өте көп қой. Но жалқаулық. Лишний раз изучать етпейді, соны өзіне керек екенін түсінбейді адамдар. Врачқа керек, врачқа барады. Ну, врачтарға да мен, мысалы, топырақ шашпаймын. У них тоже своя работа, есть такие грамотные врачи, да, жаны ашитын врачтар да бар. Топырақ шашпаймын, но их просто учили этому. Это их работа. Работать этими химия препаратами. У них на руках протоколда бәрі жазылып тұр. При каких заболеваниях какие лекарства надо назначать. Болды, одан артық олар бере алмайды, да? Я не против их. Просто адам, кез келген адам бір нәрсені түсіну керек, да, что его состояние здоровья, его здоровье зависит от него же. Чем питается же. Қытайда мақал бар ғой, денсаулығыңды тарелканың түбінен ізде дейді ғой. Чем питаешься, тем и это. Тем и болеешь дегендей. Так, если вопросов нету, мега закрывается. Охранники везде это. Так, жақсонда. Если вопросы есть там по употреблению, да, вообще про хитозан или вообще про продукцию Тиньши, можете писать в директ. Или у меня в профиле, на моей странице в профиле есть это, ссылка на WhatsApp. Можете туда писать, потому что в директе невозможно отправлять видеоматериалы, аудиоматериалы, да? А в этом WhatsApp удобно это. Telegram есть. Поэтому обращайтесь. Все, спасибо, что поддержали меня сегодня. Мой первый прямой эфир. Так, это сутки хранится, да? Прямой эфир. Аргаш, в курсе? Да, мы сами творцы своего здоровья, да. Вот это многие не понимают или не хотят понять, или боятся брать ответственность на себя, да. Но это очень жаль, конечно. Поэтому все, давай, пока. Завершаю я.